Баршаңызға сәлем достар. Әдеттегідей бүгінгі видеоның тақырыбы адам түсінде өзінің қайтыс болғанын көрсе нені білдіреді? Видеоның соңына дейін көріңіз. Егер видеомыз ұнаса, лайк басып комментарий қалдырыңыз. Ал ендеше бастайық. Егер түсіңізде өзіңіздің өліміңізді көрсеңіз, сіздің алыс жолдан келгеніңізді білдіруі мүмкін. Сондай-ақ түсіңіздегі өліміңіз егер бойдақ болсаңыз, жақында отбасылы болатындығыңызды білдіреді. Ибн Шахиннің түс жоруы бойынша, егер сіз түсіңізде төсек үстінде немесе кілем үстінде өліп қалғаныңызды көрсеңіз, өміріңіздің жақсаратындығына және байлыққа кенелетініңізді білдіреді деген. Ал қара жердің үстінде қайтыс болсаңыз, Ибн Шахин бұл түсті қаржылай қиындыққа тап болғаныңыздың белгісі деген. Алайда денсаулығыңыз жақсы болады деп жорыған. Ең бастысы денсаулық қой. Атам қазақ айтқандай, бірінші байлық денсаулық, денсаулық болса өмірдегі барлық нәрсеге көнуге болады. Сондықтан да жақсылыққа жору керек. Ал егер де сіз түсіңізде қайтыс болып кебінге оралып жатқаныңызды көрсеңіз, бұл сіздің діннен алыстап, дүние істеріне құныққаныңызды білдіреді. Сол үшін де Аллаға дұға етіп, тура жолдан адаспауыңызды сұраңыз. Сондай-ақ түсіңізде суға батып өлгеніңізді көрсеңіз, сіздің бір күнәлі іс жасап қойғаныңызды білдіреді. Алладан кешірім сұрап, тәубе жасауды ұмытпаңыз. Егер түсіңізде ауырмай қайтыс болғаныңызды көрсеңіз, өміріңіздің ұзақ болатындығының белгісі. Түсіңізде бір адам келіп сізге жақында өлесіз десе, сіздің бір күнә жасап жүргендігіңізді білдіреді. Сол себепті сол ісіңізді тоқтатып, Аллаға тәубе жасаңыз. Сондай-ақ бұл түс сізге жақында жақсы бір хабар келетіндігін білдіреді. Достар, осымен түс жоруға арналған шығарылымымыз аяқталды. Егер де біздің видеомыз ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар, және де подписаться бөлімін басып қоңырауды басуды ұмытпаңыздар.